Жалпы мұсылман деген кім? Қазіргі кезде соңғы уақыттарда бір жаңа мұсылман, ескі мұсылман деген бір ұғым пайда болды. Білмеймін, жалпы менің ойымша жаңа ескі деп бөліну ол жалпы халық дамып жатыр ма, или мұсылмандар кейін қалып жатыр ма, сондай түсініксіз жағдай болып жатыр негізі. Бірақ Алла Тағала айтқан ғой Құранда: "Астағфирулла, аль-йаума акмалту лакум динакум." Мен сендерге дінді толықтап бердім. Яғни жалпы толық адам, кемел адамның концепциясы Құранда бар, сүннетте бар. Неге біз сол толық адам бола алмай жатырмыз? Неге бізді ескі деп жатыр, өмірден қалған, жаңағы сендер жаңа трендтерге ілеспей жатсыңдар деген сияқты триггерлер барлық жерде шығып жатыр. Бірақ негізі мұсылмандар жаңа нәрсені қабылдайды. Өте жақсы, оны тарихтан да көріп жатырмыз. Бүгінгі таңда да көпшілік жаңалықтарды мысалы ашып жатқан үлкен фармация саласында, IT саласында болсын, мамандардың ішінде мұсылмандар да көп. Олар сол салада жақсы, өте жемісті жұмыс атқарып жатыр. Жалпы заманның ағымына сай өмір сүру керек. Иә, бірақ негізгі концепция қандай? Менің ойымша біз жаңағы өзіміздің ориентир дейді ғой, бағытымыздан кішкене ауытқып кеткен сияқтымыз. Негізгі бағыт ол адамдарға бақыт сыйлау. Жаннатпен сүйіншілеу дейді енді исламда. Ал қазір біздің негізгі бағытымыз ақша тауып, әр адам өзін бірінші орынға қойып, мен күштімін, мен әдемімін деп, өзін-өзі көрсету арқылы негізгі бағыттан айырылып қалдық. Сонда Алла Тағала айтқан: егер адам енді өзін-өзі көтергісі келсе, Алла Тағала оны түсіріп қояды. Егер өзін-өзі неғұрлым төмен сұраса, онда Алла Тағала оны көтереді. Жаңа ескі мұсылман, жаңа мұсылман деген нәрселер айтылып жатыр. Мен бірінші тесіп тұрмын осы нәрсені мысалы. Бұған дейін мен ол жөнінде ойланып та көрмеппін. Ескі мұсылман, жаңа мұсылман деген терминді қазір меніңше жаңа сіз айтқан нәрсе дұрыс секілді да. Өйткені біз жаңа мұсылман дейтінде қазір біз дінге бір жаңа нәрселер қосылып жатқан жоқ. Оның бәрі кезінде Құдай Тағала бәрін сол баяғы 7-ші ғасырда дін түсетін болса, сол кезде пайғамбардың заманында бүкіл дін толығып барып, ол кісі Мұхаммед пайғамбарымыз дүниеден озды да. Сол кезде ол кісіден кейін дінге ештеңе бір қосылған жоқ, Құранға ештеңе қосылған жоқ. Ол анда ақиқат та. Бірақ керісінше біз сол кезде мүмкін адамдар кемелденіп толық дінді мүмкін жаңағыдай таза мұсылман бейнесінде жетілдіре алмаған шығар. Қазір заман ағымына қаратай бір нәрселерді мысалға адам қостым деп ойлауы мүмкін, бірақ оның бәрі сол кезде дінде айтылып қойған нәрселер. Дінде ол нәрселер болып қойған нәрселер, мысалы ғылымның өзінде мысалы өзі уақыт өте келе таң қалатын нәрселер көп қой. Математиканы алсаң да, физиканы алсаң да, астрономияны алсаң да, медицинаны алсаң да, қайсыларын алсаң да бәрі айтылып қойған дінде бар нәрселер екен. Сондықтан енді ескі мұсылман, жаңа мұсылман деген нәрсенің өзін кішкене бір аршып алу керек сияқты. Қазір мысалы біз айтамыз, саратан мысалы, рак ауруы, жаман ауру деп айтады енді қазақша. Өте қаптап кетті. Жастар болсын, кішкентай балалар бәрі алып жатыр. Бірақ негізі осы ракты өлтіретін нәрсе осы ораза, аштық. Адамның өзінде, қанында адам аш болса, өзінің иммунитеті қосылып, не жеймін деп ойлайды да, сол рактың клеткасын жейді. Адам семіріп кетсе, онда рактың клеткасы көбейе бастайды. Өйткені тоқ адам енді, былай айтады ғой, постта тоқ адам тұрса, ұйықтап қалады деп. Аш адам тұрса ұйықтамайды. Енді осылай ниет етіп ұстағаннан кейін оның екі жағына да пайдалы да, жаңағы оның жаңағы сүннет жағына да, рухани жағы, нәпсін тежеу жағы, екіншіден жаңағы медициналық да пайдасына. Нәпсін сосын қазақта мынандай сөз бар ғой, аш бала тоқ баламен ойнамайды. Сосын аш бала болып келесің да, енді айтатын шығайды екен, образға кіру дейді ғой. Соны түсіну үшін сен өзің аш болуың керексің да. Меккеге мысалы барасың, ораза кезінде. Олар кішкентай балаларын үйретеді да. Сен ана бір кісіні біздің дастарханға алып кел. Аузын ашсын. Ал бізден наоборот, ешкім көрмесін, өзіміз жеп алайық көбірек деген сияқты ұғым бар да. Ол бала не үшін бөліседі? Өйткені ол түсінеді, аштық не екенін біледі. Ал бізде мысалы бай адамдар болса, өзінің балалар үйінде жейтіннің алдында, жемейтіннің артында, оның ойына да кіріп шықпайды. Дүниеде аш адамдар бар шығар. Неге олардың столдарында қара икра жоқ? Мысалы да, сол нәрсе. Ал осы кезде мұсылманның бай болуы қаншалықты дұрыс?
Мысалы бір адам мұсылман 40 миллионның машинасын мініп жүру мүмкін бір өзі, иә. Ал сол 40 миллионға қаншама жаңа өзіңіз айтқандай адамды тамақтандыруға болады. Негізі пайғамбарымыз салсам айтқан ғой, мен жалпы Алла тағала адам баласынан өзінің берген нәрсесін, соның әдемілігін көргісі келеді, нағметінің. Бірақ ол жерде асыра сілтеушілік деген нәрсе бар да бізде қазір. Соңғы ақшасына, соңғы айфонды алады, немесе құрсын одан да жаман, жаңағы риба дейміз ғой, өсімқорлық пайызбен барады да кредит алады, оған машина алады әдемі, бірақ өзінің жағдайы оған сай емес. Енді қараңыз, осы кредит деген мәселе дінде харам ретінде айтылады, оған жоламаңдар деп бізге айтады. Бірақ енді өміріміздің бәрі қазір енді несиеге байландық қой біз, мысалы қазір қоғам одан қалай бас тарта аламыз мысалы. Ал енді осы жағынан алған кезде мүфтият не айта алады мысалға, діни өкілдер? Мысалға, қазір бүкіл халықты мысалы сіздер қазір харамға барып жатсыздар деп айта аласыздар ма кредит алып жатқан адамдарға мысалы? Қараңыз, мәселе адамның жалпы өзінің өмірлік жүйесі. Мұқтаждықтан барып тұруға адамдар амал жоқ, басқалай жол жоқ. Ешкім біреуге қазір ақша бермейді. Тек қана өзінің табысын есептейді де барып банкке барады. Ақтай ала ма бұны қазір? Өте жақсы сұрақ. Ол былай ғой, мысалы, қазір сіз дүкенге барғанда қандай колбаса аласыз? Халал ма, немесе? Әрине халал аламыз ғой біз енді. Енді халал колбаса болмаса не істер едіңіз? Енді оның несі, обал сауабы соны өндірушілерге, өйткені сыртына халал деп жазып қояды. Мен соған сеніп алдым. Вообще болмаса, халал болмаса, мысалы Ресейде жүрсіз бір жерде. Әрине онда басқа тамақпен алмастыруға тура келеді. Халал колбаса неге пайда болды? Әрдайым осы сұрақты қоямын да адамдарға. Біз баяғыда намаз оқып бастаған кезде Алматыда, орталық мешітте, жұма намазда, оны көру керек еді, сол көрініс. Бент деген бір фирма болатын. Сол кезде халал колбаса, сосиска, сарделька шығаратын. Жаңағы будкасымен келеді, жұма күні ашып қояды. И жұма намаздан шыққан адам бәрі сол жерге очередьке тұрады, мавзолейге сияқты ғой. Түсіндіңіз ғой? Ал қазір Аллаға шүкір, барлық жерде халал бар. Енді мен айтып тұрған нәрсем, ұсыныс болса, сұраныс болады деген қағида жоқ. Сұраныс ол ұсынысты қалыптастырады. Несие кредит деп жатырсыздар ғой, ол бір шетінен адам өзіне байланысты деп ойлаймын. Мысалы, біздің театрымызда Дүйсеке деген кісі болды. Ол бәріне кредит алмауды насихаттайды. Өзі кредит алмайды. Мен қалай ақша табам, қалай өмір сүрем, соған қарай мен мынау сотовый телефон ұстайын, соған қарай киінейін. Ал сендер көрпесі жаңа мұсылмандықты айтып отырсыз ғой. Ол кісі мысал үшін бұл мұсылман да емес, өзі христиан да емес, өзінің кабинеті бар, ішінде мысалы Меккенде суретін іліп қойған, жаңа кресті де қойып қойған, Будданы да қойып қойған, мысалы сондай адам. Ал бірақ ұстанымдарын қарасаң, таза мұсылманның ұстанымы да. Көрдіңіз бе, бұл жерде адамның жаңағы бір сырт киім, мысалы басқаны мұсылманша қылып алып, ал ішің басқаша кредит алып, немесе тағы да басқа қылып жүре берсең, ол енді таза мұсылмандық демейді. Бәріміз солай айтамыз ғой, солай болу керектігін білеміз де, бірақ енді қазір адам шынайы тұрмыс қысатын болса, басында баспана жоқ, ол амал жоқ, жаңа отбасы банк сияқты, немесе басқа жаңағындай бір ипотекалық жаңағындай жүйеге құрылған екінші деңгейлі банктерге міндетті түрде барады, ол бірінші баспанасын шешу керек. Басқа оның табысы жетпейді оған. Не істейді? Енді сондай амалсыздықтан барады ғой. Соны енді бірақ мысалы сіз харамға барып отырсыз деп айта аласыздар ма мысалы оны? Толық айта аламыз. Ақша деген нәрсе көп болса мен бақыттымын деп ойлайсың. Енді байлардың бәрі бақыттысыңдар ма деп сұраңдаршы. Сен балаларың бақытты ма? Балалар да бақытты емес, өздері де бақытты емес та. Значит, счастье не в деньгах, брат, дейді ғой енді. Сол болып тұр ғой. Байлықта емес, бақыт берекеде да. Сондықтан қазақтар Алла тағаладан берекетті сұраған. Бақытты адам деген жалпы жүрегі тыныш адам деп айтады ғой. Жүрегі тыныш, ұйқысы тыныш, жүрегі тыныш адам бақытты адам. Сосын ертеңге деген тәуекелі бар адам да, сол бақыт. Мен Алла тағала маған бүгін берген нәрсені ертеңде береді. Түсіндіңіз ба? Егер сіздің счетыңызда миллион теңге или миллион доллар болса, сол ертең бар деп ойлайсыз да. Құдай маған береді деп ойламайсыз, менде бар деп ойлайсыз. Енді шатастырып алғанбыз ғой, жаңа байлықты бақыт деп түсіну, мысалы, қаншама байлар көп, бірақ бақытсыз да. Я оның бала шағасынан дұрыс болмауы мүмкін, я болмаса өз басынан, немесе денсаулығынан, басқа жағынан мәселелер болуы мүмкін да. Мен кеше күліп отырмын, маған көп сұрайды, Инстаграм неге активный емессіз? Мен айтам, енді Инстаграм деген көз бояушылық қой енді. Өзін бақытты қылып түсіндіре көрсетесің, әдемі қылып көрсетесің, я успешный в жизни. Бірақ шын мәнінде сен ондай емессің да.
ондай. Иә. Ал мынаны қалай қарайсыз? Жалпы мысалға енді ол инстаграмды әркім әрқалай түсінуге болады. Біреулер мысалы солай салады бақтың деп. Біреулер мысалы таза өзінің, мысалы біз өзіміздің шығармашылығымызды салып отырмыз жарнама ретінде. Өзіміз емес, жұмыс, жалпы дегенім ғой. Сондықтан да сізге де сондықтан сізге де инстаграмыңызды ол мен бақыттымын деп салып емес, мысалы осындай әдемі ойларыңызды жазып, солай салып отырсаңыз, қайта жастарға үлкен мүмкін пайдаңыз көбірек тиер еді. Жоқ, ол бізде мешітте өзінің инстаграмы бар ғой. Сол ақылды ойлардың бәрін сол жерге салып отырмын. Жоқ, сіз өзіңіз қазір мысалы ерекше адамсыз ғой былай, қызықты харизмаңызда бәрі. Ал енді өзіңіз айтып отырсаңыз жастарға жеткілікті болатын еді. Мысалы қазір сізбен сөйлесіп отырып, біз өзіміз біраз дүние алып отырмыз. А сіз кәдімгідей онымен айналыссаңыз, мықты блогерлардан да асып кетер едіңіз. Мысалы бұл инстаграмды кәсіпкерлер өздерінің кәсібін жарнамалау, жүргізу құралына пайдаланады да, онсыз олардың кәсіптері жүрмей қалады. Осыған байланған кәсіптер көп қазір. Ол проблема. Мен даже қазақтарға мақтанамын да, сыртқа шықсаңыз, вообще қазақтар инстаграмды сатудың құралы қылып алған ғой. Иә. Ол өз кімде жоқ ондай. Солай ғой. Не оны сол мақсатқа пайдаланғанда ол біз инстаграм мастер спорта международного класса болып кеткенбіз. СММнан да, именно инстаграмда. Дубайға да барасыз, қанша жерге бардым, ондай құрал ретінде инстаграмды әлі ешкім пайдаланбайды. Қазақтар сияқты. Бәрін сатып жібереміз ғой біз. Какой-то левый курс, бірдеңке, марафон бәрін сатамыз ғой. қалай аяқтау керек. Иә, қалай аяқтау, қалай сенімді болу керек. Анау жаңа айтып отырсыз ғой, жаңа мұсылман, ескі мұсылман деген ұғым қалыптасты деп мен де бірінші рет естіп отырмын ондайды. Бірақ менің өзім ойым, мысалы қандай әлемде тренд шығады, мысалы неше инстаграм, тикток, басқа мысал үшін. Сол жағынан да, мысалы көз ашық, елін ойлайтын, жүрегінде иманы бар адамдар, мысалы өздеріңіз сияқты, сол жағынан да қалмай отыру керек деп есептеймін да. Трендтен ба? Әдеке, жалпы мынау өнерде жүріп ислам дінін ұстану, шарттарын ұстану қалай жалпы? Енді бізде де көп жігіттер кішкене не анда, не мұндай емес болып қалғандар бар. Осы біз мысалы 2006-ларда өнер академиясын бітірдік, сол кезде талай талантты жігіттер болды. Мықты актер, керемет әнші, домбыраны ойнағанда. Сол кездерде бір қатты насихатталып кетті, домбыра тартуға болмайды. Сонда көп жігіттер алыстап кетті өнерденші. Ол өзіңіз де білесіз талай. Енді қазір олар ішінде бір ғана өнер деген бір не ғой енді, ішіне сыймай кетеді ғой кейде. Жар айтқысы келеді. Кейде айтқысы келіп айтады, қайтадан келгендей болады, бірақ ана ой қайтадан бұзады. Сонымен не анда, не мұндай емес, сондай бір кішкене қиын кезеңге түсіп қалған өнер адамдар өте көп. Ал бізге енді сәтімізге орай сол кезде үлкен ағаларымыз, мысалы Қалижан ағамыз, Қалижан Қажы Нұр Астана мешітінің бас имам болатын. Сонда сол кісі бізге айтып түсіндіретін. Сосын Қайрат Жолдыбай ағамыз айтатын. Сіздер ол мәселе, біз сұраймыз ғой енді. Біз мысалы бір образды ойнаймыз, басқа бір неге бола ма олай, негізі болмайды деп айтады ғой деп. Сонда ол кісілер айтатын. Сіз ол мысалы мен жаман кейіпкерді ойнасам, кез келген. Мәселе ол ойнағанда емес, сіз оның ар жағында халыққа қандай ой тастап отырсыз? Мысалы, келген көрермен ол қандай оймен қайтты? Ізгілікке, парасаттылыққа, имандылыққа жүрегі ашылса, демек сіз қайта сауапты істеп отырыңыз. Осылай түсіндірді, сол бізге қанат бітірді, және де ешқандай бір күмән қалдырмады ішімізде. Сонымен жалғастырып кеттік. Енді бізге сол кездерде баба енді дін... Сіз ана біреу әңгіме айтып қойғанда, я деп қоштап барып бастасаңызшы. деп па? Дұрыс айтасыз деп қойып, кішкене партнерский беріп қой. Мен сол сен жалғастырайын деп отырмын. Біз екеуміз енді ауылымыз бір ғой, ана өнер ауылынанбыз да екеуміздің де. Бұл мәселе екеумізге де ортақ мәселе да. Осы мынау шабыт шынымен қоздырмай, ой деп айқайлаған кезде. Қоздырады ғой. Сол жаңа әділ қозғалмай жатыр ғой қазір сол. Әдекем қозғалмай жатыр ғой. Жоқ, жалпы бізде сол кезде әдекеміз бірге студенттік уақытымыз өтті. Шынында да сол кезде жаңа біз дінді, мысалы қоғам әлі
былай дін ол кезде тек қана бір шектеулі адамдарға, бір мешітке жақын адамдарға ғана тиесілі сияқты жалпы қоғамға бір ондай сауат болған жоқ қой халықта. Сол кезде шатасу кезеңдері болды. Жаңағыдай Әділ айтып жатқан нәрсе дұрыс та, мысалы ол бірдеңе айтса жаңа қойып тежеп тұрады оны. Сондықтан қазір кішкене елдің сауаты, діни көзқарастары енді бүйтіп орнығып келе жатқан сияқты әсер қалдырады жеке өзіме. Дұрыс. Дін мен дәстүр қатар келеді. Осы тұрғыда баланы тәрбиелеу, жалпы үлкен өмірге қадам басып бара мынандай үлкен өмірге қартай кетіп бара жатқан адамдарда осындай көзқарастарын орнықтыру үшін тоже тәрбие жағынан, діни жағынан, сауат жағынан бір бағдарлар беріліп отыру керек сияқты. Қажет болатын болса, мысалға сондай бір өйткені адам шатаспау үшін. Қазір енді ағымдар көп, басқасы көп. Оның ішінде тура жолдың үстінде жүрген кезде адам өзінің несін білмейтін нәрсе көп болады. Мына нәрсем дұрыс бола ма, дінде қалай болып қалады, мына нәрсем қайшы болып қала ма деген ойлар, ол өнер адамдары бүйтіп баса береді, ол ертең ештеңе ана жақын роботқа айналып кетуі мүмкін. Содан ішіндегісін шығарып тұрмаса. Оны әйтеуір бір тежегіш нәрсе ішінде бүйтіп тұрады да. Сондықтан мысалы оны жаңа Әділ айтқан сияқты, ол образын, өнерін, ол кәсіп ретінде пайдаланған, ол өзінің мамандығы ретінде пайдаланған кезде біз мынаны естідік, кешіріңіз, өзіңіз аузыңызда. Мысалы, құрбандық шалады ғой. Сол кезде мынандай дүние естідік та, анау құрбандық бауыздаған кезде адам ананы көру керек дейді. Қаншықаны. Ол мен білмеймін, бірақ дінде де бар деп естігем, сол айтқан бізге. Өйткені адам ана қаншыққанды көру керек екен. Көзімен көру керек екен. Өйткені біздің жаратылысымызда бір соған деген бір не бар екен де адамның ішінде жыртқыштық. Ана құрбандық жылына бір рет шалынып ананы көрген кезде сол іштегі жаңағы жаман бір нелеріміз сонымен шығып кетеді екен. Бірінші естіп тұрмын. Сонда естіген. Соны ары қарай кәдімгі өмір сүре береді. Мысалы ана бұрынғы кезеңде Рим, жаңағы гладиаторлардың төбелес, басқа әдейі жасалған дейді, халық кеп ішкі агрессиясын сонымен шығарып жібереді екен. Кейін басқа нәрсеге араласпай, өзімен өзі бір жаңағы дау шығармай жүреді да, кәдімгідей. Бұл ана өнер адамдарында да сондай. Ол бір жерде бір жаңағы арқасы терлеп тұрып, ән шырқап, елді бір таң қалдырып, бәрі ой деп қошемет соққаннан кейін ол саласына түседі, кәдімгідей жүреді. Ал онысын шығармаса, ол ертең әртүрлі нәрсеге ұрынуы мүмкін да. Психологически тіпті ауытқып кетуі де мүмкін. Мені кіммен шатастырады көп, Балғынбек Имашев ағамызбен. Айтыскер ағам. Неміз келеді ғой деймін, формамыз, пішініміз, бет тұрпатымыз. Сосын бізде енуда мен оқыған кезде ол сабақ берді ол кісі. Сосын мен айттым, бәке, негізі енді әдебиет жағынан неден қанша мен өзім терме оқыдым, бес ғасыр жырлайтын, бәрі бісміллә деп бастайын, мысалы. Соларды бір жүйелеп, біз бір нәрсе істейік, домбырасыз болса домбырасымен, домбырасы болмаса домбырасыз. Мысалы, Майлы Қожа болсын, басқа қанша керемет нәрселері бар, Бірақ оны балаларға сұрасаң, балаларымыз білмейді, оларға вообще қызық емес ол. Бірақ қайдағы бір әндерді шетелдің жаттап алады, мультиктерді. Кеше мен өзім таң қалдым, анау бастауышпен қоштасу, сол қызыммен бардым. Сол жерде жаңағы тамада ретінде бір орыс қыз бен орыс жігітті шақырды. Сосын аналар айтады, бір өлең қояды, мен өмірі естімеген, білмеймін. Ана қазақтың балаларын қарай, мен орыстың өлеңіне билеп жатыр. Сосын айтты, ал жата қалыңдар. Бәрі жерге жата қалды. Бір қыз тұрды. Мен қалай жатамын, мына жер лас қой дейді. Сосын мен айттым, опа. Сонда мына қызды біреу тәрбиелеп жатыр да. Сен қай жерге жатасың, қара. Ана қалған қыздарда ес жоқ та. Бәрі лас болға жата қалды. Қаныш, мен мына жерде бір ойын айтайын. Жаңа сіз айттыңыз ғой, жаңағы жыр термелер бәрін қазір ешкім оқымайды, қазір басқа трендтерге. Енді мүмкін оны біз сол өзіміздің қазыналарымызды трендқа енгізудің бір формаларын таба алмай жүрген шығармыз. Өзіміз домбыраны, өз аспаптарымызды онша тыңдап, мен қазір филармонияда жұмыс жасаймын да. Мысалы біздің дәстүрлі бағытта қазір концерттер өтіп жатады. Ол концерттерге зрительдер қанша жарнамасын жасасаң да бір жарты залдан аспайды. Керісінше бір шоу-концерттер, солай болатын болса, онда билет жоқ болып қалады да. Ал енді қарасақ, мысалы біздің Қорқыт біздің ансамбльдерге келетін қонақтардың бәрі шетелдік елшілер, консулдар, солар келеді да, анаған ауыздарын суағып құридан біздің сыбызғының дауысы, сазсырнай, жетіген, олар құндылық ретінде ана сұмдық оларға. Европада енді Моцарт бар, басқа жаңа Бетховен бар, бірақ аспап жоқ қой ондай оларда. Сонда бізге ол қарағымыз келмей, тыңдағымыз келмей.
аналарға ол қандай құндылық та. Себебі біздің түбіміз ғой. Иә, ол біздің түбіміз. Сондықтан осы өз аспаптарымыз, өзіміз рухани құндылықтарымыз, жаңа жыр термелерімізді, біздің жаңа 5 ғасыр жырлайтыны, мысалы домбыраны бір кезде адамдар тыңдамай кеткен уақытта Қыдырәлі ағамыз мысалға Ұлытауды құрып, Америкаға дейін барып тыңдадыңыз, ана жақта шетелде ауыз ашылды ғой, 2 ғана струны қандай дыбыс шығарады деп. Күйдің өзін оларға деген қандай произведение мысалы күй оларға таңсық нәрсе. Біз оларды өзіміз қадірлемейміз. Сондықтан осы нәрсені трендке кіргізудің мүмкін біз формаларын біз таба алмай жүрген шығармыз деген. Және домбыра күн істеді ғой, мүмкін сол үшін істеген шығар. Мен бірінші рет жаңағы неде тәуелсіздік сарайының алдында бәрін жинап қойып 4000 домбырашыны отырғызып, енді флешмоб болды да, и сонымен бітіп қалды. Бізде енді қазақша солай ғой. Бірақ енді Абай атамыз айтқан ғой, істі қалай бастағанын емес, қалай аяқтағанынан білу керек. Ары қарай ол не істеп кеткен жоқ, трендке жаңа айналдырдың, өзінің жалпы маркетингтік әдістері бар ғой. Әр үйде мысалы домбыра тұрсын. Бірақ қазір қазақтың үйіне барсаң, мынандай телевизор тұрады, домбыраны іздейсің, домбыра жоқ. Бірақ баяғыда ауылға барғанда кәдімгі үкісін тағып, домбыра ойнай алмаса да домбыра тұратын еді. Өйткені ертең домбыра ойнайтын біреу келіп қалуы мүмкін, сол домбыра сұрайды дейді. Мен дәстүр деп жатырмыз ғой, бәрін жақсы айтып жатсыз. Ортамызда дінтанушы Асылбек Снайден мырза отыр мысалы. Жақсы, мен өзімде жақсы сөйледі жатқам, үндемей кетті деп несем тыңдап отырмын барлықтарыңызды. Бірақ дегенмен де әңгіме басталған кезде Мәкенді сырттай бәріміз білеміз, танимыз, керемет ғалым кісі. Бірақ біз бір теология, ислам теологиясына қарай әңгіме әу дегеннен сразу жаңағы исламның ішіндегі әңгімелерден болып кетеді. Бірақ дегенмен мысалы біз ондай бір теократиялық мемлекет емеспіз. Ислам дінін бір заңдастырып, осы елде жаңағы бүкіл құқық, заң, шариаттың үкімдерімен сәйкестендірілген ондай мемлекет емес. Дегенмен де мысалы Ауғанстан қазір сондай жаңағы попытка жасап жатыр. Бұл жерде әртүрлі пікір сан алуан және әртүрлі бір қоғамда болғаннан кейін әртүрлі адамдардың әртүрлі діни көзқарастың болғандығы менің ойымша абзал деп ойлаймын. Зайырлы болған. Иә, зайырлы болған дейді. Оның да көптеген анықтамалары бар, әркім әртүрлі айтады. Бірақ осындай тақырыптардың қозғалуы, осы нәрселердің қазір қоғамда көп, үгіт те көп, насихат та көп, уағыз да көп. Ең бір нақты бір нәрсе тек адам санасы болып жатқан, адамның санасы үшін болып жатқан күрес та. Бұл кім жаңағы кім қалай өзінің әсер етеді, кім оны жаңағы мүдделердің қақтығысы, қазір айтады дін саясиланды дейді. Енді адамның өмірінде дін енді ең үлкен рөл алатын сондай конструкт, установка. Кім қалай бұрады, соны қалай басқарады, солай жүреді. Ал біздің жағдайымызда енді біз қазақпыз дейміз да, қазақ айтады, қазақтан сұрасаң мұсылмансың ба сен? Иә, мен мұсылманмын. Мысалы намаз оқисың ба, жаңағы шариғаттың амалдарын, үкімдерін орындайсың ба десе, көп адам жоқ дейді. Бірақ мұсылманмын дейді. Соңғы 2019 жыл ма сондай зерттеу жұмысы жүргізілген. Сол кезде мысалы Қазақстанда қателеспесем 80%-дан астам адам өзін мұсылманмын деген. И 5% ғана жалпы сол шариғаттың үкім амалдарын орындаймын деген. 75% өзін солай идентификациялайды, анықтайды адамдар. Ал енді бұл жерде бүкіл... Бірақ енді ол 5% орындай алмайтын адамдарды мұсылман емессің деп айта алмаймыз ғой. Иә, қазір келатыр бұл жерде қызық сондай бір біздің тағдырымыз ба, осы ұлт ретінде сондай бір құбылыс сондай болып кетті енді бізде. Жаңа сіз айтып жатсыз, шетелден келіп жатқан жаңағыдай пайдалану, адамның санасын жаңағы улау, жаңағы көп қой, радикалдану, экстремизм, терроризм дейді. Қазір болып жатқан нәрселер. Бірақ әр нәрсенің артында бір мүдде тұрады да. Не үшін деген. Жаңа сіздер айтып жатсыз, керемет жаңа 5 ғасыр жырлайды туралы айтып жатсыз. Мысалы, содан кейін 10 ғасыр жырлайды ма, хрестоматия пайда болды. Сол кезде бір есіңізде болса жаңа дау шықты. Соның ішіндегі именно жаңағы діни сөздер, терминдерге қатысты. Солардың бір бұрылғандығы, бұрмаланғандығы туралы мақсатты түрде. Мысалға, енді дін сондай тренд актуален болған кезде, енді осы қоғамның санасы оянып келатқан кезде, бір ғана әріп үшін сондай кезінде дау болды. Мысалы, Аллах деп айтады, сосын Алла деп айтады қазақтар. Сол Х деген әріп үшін ғана.
оның да өзінің жаңағыдай ислам теологиясының ішінде Мәкең жақсы біледі, оның да өзінің шарттары, анықтамасы, өзінің ғылыми жаңағыдай деректеме, дәйектемелері бар. Ал біздің сондай жаңағыдай құнды жәдігерлерімізге сондай өзгерістердің өзі мақсат түрде еніп жатыр деген ондай да әңгіме бар. Ал сіздер айтып отқан жаңа 5 ғасыр жырлардың ішіндегі мысалы діни біздің салт дәстүрімізге қатысты құндылықты терминдерге келетін болсақ, олар жаңағы герменевтика деген нәрсе бар, өзіңіз Мәке жақсы білесіз. Біздер қазақтар көп нәрсені дінді сондай деңгейде упрощение деген қалай болады қазақша? Жеңілдету? Иә, жеңілдеткен. Мақал мәтел қылып, ырым тыйым қылып, бір-екі ауыз сөз өлеңмен жеткілікті ғана. Жеткілікті соны жаңа термин деп жатсыз ғой Сәке, мысалы үшін мынау осы бір өзіңіз айтып жатқан сауалнама жүргізген кезде халықтан жихад деген не деп сұраған кезде ол бірден автоматически соғыс деп жауап береді. Бірақ жихад деген ол Сирияға барып соғысу емес қой, халықтың санасы сондай болып қалған, ол күресу деген мағына. Бұл жерде барлығы мына осы отырған подкасттың өзінің мақсаты бұл жаңағы бір ақпараттық әсер, насихат қой. Мысалы, ол жерде енді менің ойымша дін танушы ретінде сол жихадтың мән мағынасын бір. Менің ойымша ол жерде жихадты сөйтіп сразу түсінуі қоғамда адамдардың біз белгілі бір деңгейде ақпараттық соғыста жеңіліп жатырық деген шығар. Сол жаңағыдай сондай мүдделерді солай ойласын деп ойлап жүрген мүдделердің арасында біз ақпараттық соғыста жеңіліп жатырық деп мен ойлаймын. Жеңіліп жатырық па или жеңілдік па? Иә, жеңіліп жатырық деген енді ол. Енді үміт бар. Бірақ Аллаға шүкір, қазір мешіттерде 70-80% жастар мысалы үшін қуанарлық жағдай ғой. Енді мысалы кітабы бар діндер бар ғой бәрі енді кезінде қанша пайғамбарлар болды. Енді осындай діндерді мысалы қазір қорғау үшін, қазір тағы да адамдар адасып кетпес үшін бір жолдарын оларға шектеу жағын не келмей ма? Мысалға қазір бір топтарға ілессең, сен діни экстремизмге қатысы бар топ болса, мемлекеттен оған салынған шектеулер бар, ол жауапқа тартылады. А осындай адасушылықтарға әкетіп бара жатқандарға ештеңе істей алмай отыратын болсақ, ол қалай ол? Бізде жаңағы сол ғой, жалпы демократия деген нәрсе, жаңағы плюрализм дейді ғой, ол адамның діни бостандығы аяқталатын жері бар ма жоқ па деген сұрақ қой енді. Сосын жаңа Әл-Азхар университетінің шейхі ол айтты да, адамның бостандығы қай жерде аяқталады? Ол екінші адамның бостандығы басталған жерде, сол жерде аяқталады дейді да. Көрдіңіз ба? Яғни ондай нәрселер мысалы бізде исламда, қазақта ата-бабамыздан ұстап жатқан дініміз біздің діни наным сенімімізге ол қосылушылық болып жатқандықтан, ол жерде олар не істеу керек? Тоқтау керек. Кейде мүмкін біз артық кетіп жатқан шығармыз бір жерлерде. Онда біз тоқтауымыз мүмкін. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан бір жерге келгенде, мысалы христиандар болсын, олардың кітаптарын өртемеңдер, шіркеулерін қиратпаңдар. Оның ішінде жаңағы поптары бар, монахтары, оларды өлтірмеңдер. Көрдіңіз ба? Және олардың құдайын балағаттамаңдар деп айтқан. Осынан артық қандай еркіндік керек? Мен немен мақтанамын? Мен білмей отырмын. Қазақстанмен мақтанамын, немен мақтанамын? Головкинмен мақтанамын. Головкин қазақ па? Енді одан кеше шафқа тұтып жатыр қазақ. Енді Қазақстаннан шыққан ғой. Енді қазақ деген нәрсені мақтану үшін ол немен мақтанып жатсың, соны білу керек та. Ол былай сияқты ғой, енді баяғыда үйге қонақ келген кезде ыдыс-аяқ жетпей қалады. Сосын көршіңнен сұрайсың, иә, маған бере тұршы. Сосын анадан көрпе сұрайсың. Бәрін әдемісің, жақсы орындық, жақсы. Бірақ келген адамға ол не дейді? Орысша айтады ғой, очковтирательство, иә, көз бояушылық. Ол айтты, орындығы жақсы екен, я несі жақсы екен, мақтаншақтық. Енді былайынша айтқанда. Бірақ ол адам қандай пейілмен шығады? Мені жақсы күтті. Дұрыс па? Бірақ ар жағында келесі рет осы үйге келе береді, бір рет келеді, уже ана орындықтары жоқ. Анаусы жоқ, ыдысы жоқ. Сосын түсінеді да, что ол что-то не то, артында еш нәрсе жоқ. Мен айтып жатқан нәрсем сол. Осы көзбояушылықтан біз сақтануымыз керек. Бірақ мен әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын? Ол да концепция ғой мысалы. Бірақ мен ойлаймын да, енді кейбір адамдар түсінбес, кейбір адамдар мүмкін айыптар, бірақ соны айтқан адамдар, мысалы біздің алаш зиялылары дейміз ғой, суреттерін қарап отырсаң, бәрі жаңағы Европаның киімін киген. Неге? Мұрттарын да солай қойған, көзілдірікті де солай киген, жалпы сол мәдениетті қабылдаған.
бірақ қазақша сөйлеген. Дұрыс па? Олар бір жаңалықты қабылдады ғой. Бірақ ол қазақшылықты түсініп, ол нәрсе керек, бірақ біз тілді тастап кеткен жоқ. Қазақша жазайық, қазақ газеті шығады, айқап шығартып, басқасын шығарып, ешқандай проблема жоқ. Мұсылманшылық деді, мұсылманшылығын сақтады. Дұрыс па? Бірақ қазіргі жастар сол жаңағы біздің алаш зиялылары сияқты сөйтіп киініп алды да, бірақ қазақшылықтың бәрін ысырып қойды. Біз қазақша сөйлемейміз. Ол өмірден қалып қойған сияқтысың да сен қазақша білмесең. Сол үшін жаңағы қазақилықты біз мақтануымыз керек қой. Ода тұрған ештеңе жоқ. Қазақтың деп мақтану. Мен 100% келісемін. Оны насихаттауымыз керек, Ол қазақты біз насихаттау үшін өзіміз түсінуіміз керек қой не екенін. Қазір мысал айтамыз ғой, біз енді дін өкілдеріміз ғой. Құдай тамақ деген не зат ол? Не үшін жасалатсың? И так тоқ адамдар олар не үшін тамақтандырып жатсың? Барды мынау ауылда бер, мынау Астананың айналасында бір күндік табумен бас ауырып жатқан адамдарға, солар ет көрмеген адамдарға ет апарып берсең өзі. Құдайдың қонақтары солар. Мысалы да. Бірақ олар көрген әке шешесі дәл соны істеген. Оны әке шешесі аталарынан көрген. Жолда сол дәстүрді ұстап жатыр негізі, бірақ мақсаттан айырылып жатыр да. Ол кезге келген адамдар, сол мұқтаж кім бар, ауылда бәрі келеді ғой, кедей кепшік. Ал біз қазір шақырамыз. Мен мысалы бір министр болсам, менің құдай тамағыма тек министрлер келеді, вице-министрлер келеді, департамент директорлері келеді. Дұрыс па? Какой-то бір отделдің бастап жатқан жұмысты младший научный сотрудник бірдеңке дегендер ешкім келмейді. Көрдіңіз ба? Неге? Өйткені мен министрмін. Ол менің статусымда, олар келмеу керек маған. Көзін құртыңдар. Той жасасам да сол. Ал баяғыда құдай тамақ кім келеді? Ауылмен толық келеді. Бәрі туысқан еткені, бәрі аралас. Олар да тойып тамақ жейді, солардың дұғасы болады. Көрдіңіз ба? Мен айтып жатқан нәрсем сол. Енді дін мамандары ретінде сіздерден бір нәрсе сұрағым келіп отыр. Өзім көкейімде жүрген мәселе. Жақында мен естідім, мынадай нәрсе бар екен. Егер де кімнің сақалы болмаса дейді, қияметте әйелдермен бірге бір қатарда тұрады дейді. Сондай қаншалықты бар ма, достоверно ма, не достоверно? Енді сақал деген нәрсе, енді ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті ғой. Ол болмаса сен жәннатқа кірмейсің деген нәрсе жоқ. Ол біздің просто былай ғой, біз шашал десе бас аламыз. Сақал қой десе, анда вообще кетіп қалады. Қойма десе, вообще жып-жылтыр дейдіміз ғой енді. Бірақ соның ортасында болу керек, мысалы, менің сақалым өзіне жарасымды. Бірақ сақал деген нәрсе, енді ол медициналық жағы несі қазір кетіп жатыр ғой, не үшін там иммунитетке қалай әсер етеді, микробты қалай ұстайды, басқа сақал ұстағанда кішкене релаксация болады, демаласың да. Массажда миға әсер етеді, беттің массажы. Біз маска істемейміз ғой, қыздар сияқты бетімізді не істеп, бетті демалдыру керек. Өйткені мен кеше жағым кішкене ісіп кетті де, лимфосистема сбой беріп жатыр. Сосын бүйтіп ұстасам ауырады. Бірақ маған айтады да, енді кейбір адамдар беттер сөйтіп жақтар қарысып қалған екен да. И солар массажға барып жүр. Мен күнде массаж жасаймын. Мүмкін содан шығар тез айырып кеткен. Намаз оқығаннан кейін әйтеуір бетіңді сипайсың, массаж, дәрет аласың, бетіңді сипайсың, сақалыңды сипайсың. Бірақ сақал деген нәрсе ол уже идентификация да. Көрдіңіз ба, сіз шетелге барғанда сақалдылар көресіз, уже ойлайсың мұсылман сияқты да. Мысалы. Бірақ бізге сақал деген нәрсе, мысалы, бір айып сияқты болып кеткен да. Өйткені мен әкем айтады, армияға барып келгенде, армияға барған кезде ең бірінші сақалды үйретеді. Бетінде бір жүн қалмау керек. Индияда мұсылман еместер, оларда жалпы сақал ұстау ол дәстүр. Сен еркексің ба, сақал ұстауың керексің. Касталарға бөлінген, олар бөлінеді, там раджалары да, анаусы, мынаусы, ең төмендегі олар енді адам емес деп есептейді. Бірақ жаңағы бәрінде сақал бар. Жалпы енді бұл сүннеттен басқа жаңағыдай медициналық бір пайдалы жағдар айтыла ма осы сақал қойған? Хадистерде ма? Енді хадистерде медициналық жағын білмеймін, бірақ енді сақалда жаңағы періштелер не істейді деген сияқты көп хадистер бар ғой енді, мотивациялық. Бірақ біз енді сақалдықты неге сақтанамын дейді ғой енді. Сұрақ сол ғой енді. Бізде жалпы дәстүр болып кетсе тренд. Мысалы мен айтып жатырмын, қазір әйел адамдарға сақал қою тренд болса қанша әйелдер қояр еді?
мысалы да, тиктокта кетіп қалса ма? кетіп қалса қазір олар сол жабысатын сақалды алып әйтеуір бәрі сақал не істеп қойып береді, мысалы сол трендті біз шығару. Мен білмеймін енді қаншалықты оның рас өтірік екенін. Маған бір адам бір кезде айтқан, мына сақалды үнемі қыра беру мына неге гормондарға не қылады деп. Иә, мына раздражение болады ғой жаңағыдай, қызарып кетеді, не істеп кетеді, сол нәрсе адамға жаңағыдай гормондарына кері әсерін тигізеді деп. Сол себептен де қазір Америкада дейді, әскерлердің өзіне сақал қоя беруге рұқсат берілді. Еуропада дейді, оның жаңағы медициналық жағынан сондай бір деңгейлерін шығарып не істетеді. Мен енді оны білмеймін, бірақ рас па өтірік па, мен просто естідім оны. Бізде енді білмеймін, енді орыстар айтады ғой, волков боятся в лес не ходить дейді ғой. Қазақта басқа баламасы бар, бірақ енді экранға айтпай ақ қояйын. Сен не ұрлым көнбіс болсаң, мысалы Түркия кәдімгі дымы жоқ, бірақ біз империямыз деп мақтана береді әлі. Киносын қарасаң да сол, атомный бомбасы жоқ қой түріктердің, дымы жоқ. Пакистанда бар да атомный бомба, Индияда бар. Бірақ оларды неге қорқпайды Америкадан басқа елдер? Өйткені олар уже не? Мал болып кеткен халықты. Бірақ Түркиядан қорқады. Неге? Өйткені рух барды. Олар соғысайын десе соғысады. Елі үшін өлет керек болса, оларға не емес. Көрдіңіз ба? Сондықтан сол идентификация. Бірақ қазір түріктерге барып, көшеде жаңа кеше көрсетті ғой, бір қазақ барып түр-түр балмұздақ жеп, там жартылып кеткен. Жоқ, анау типа мен тиіп кеттім, сен не тиіп кетеді, традиционный көшедегі әңгіме ғой. Түріктерде негізі қазір майдаланып жатыр. Бірақ жалпы, мысалы, мен өзім неге бардым да практикаға, и не тәуелсіздік күні болды. Қызарып кетті ғой Түркияның бәрі, жалауларын іліп, көрдіңіз ба? Бізде кеше анау бір кісі шықты сахнаға, жалауды тығатын жерін таба алмай. Көрдіңіз ба? Ол не? Ол санады. Мен қастерлемеймін ол. Терімді сүртсем, басқа жерін сүртсем, маған проблема емес. Бірақ олар жалау деген нәрсе, олар оны қадірлейді. Олар оны қастерлейді. Жалау ретінде емес. Ол біздің империялық жаңа түркі болмысымыздың ол ұраны, нышаны сөйтіп құрметтейді. Ал біздің не ұранымыз, не нышанымыз жоқ. Бар болса да деп формально іліп қойсақ, оны бір жерім сүртіп атымыз, онда не қалды? Кейбір бауырларымыз үйде, мысалы үшін әйелдеріне көмектесуді бір намыстанады. Ыдыс жуа салуды, тамақ пісіруді, үй жинау салуды. Кім намыстанады? Кейбір бауырлар бар сондай. Жоқ, кейбір жігіттер бар сондай. Ол әйелдің жұмысы ғой дейді. Еркек ондай жасамау керек дейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады керісінше, әйелдерге көмектесіңдер дейді. Нағыз еркек белгісі түзде батыр, үйде құл деген емес пе? Сіздер қалай көмектесесіздер ме үйдегі әйелдеріңізге? Әрине көмектесеміз, Енді ыдыс жуа салу жағынан көмектесіп көрмедік әлі. Бірақ енді ол сол шаруаны істеп жатқан кезде бала қарай тұру деген сияқты нәрселермен енді бір жағын көтеріп жібер, бірдеңе қойып жібер. Жоқ, енді көрпе жинау деген сияқты мындай нәрсе жоқ. Бірақ үйде көмектес дегенде, мысалы, ер адамның әйел адамға жалпы моральдық, мысалы, поддержка беру, соның өзі үлкен көмек та. Мысалы, бізде бір женшем айтады, баяғыда біздің енеміз бір қарайды дейді, уже түсінесің дейді да. Не істеу керек, не жетпей жатыр, короче. А қазір енелер келіннің көзін табайды дейді, бірдеңеге көрсетіп жүрейін десе. Өйткені келінне бәрі инстаграмда отырады, столдың үстінде отырып. Енді әйел адамдарға жалпы мен бір рет соны айтамын деп өзім бәлеге қалдым енді. Пайғамбарымыз салсам айтады ғой, киімін өзі жаңағы жуған, не істеген керек болса, бар өзі жаңағы ешкісін сауып алып сүтін ішеді, бірақ әйел адамдар жұмысын істеген. Бірақ кейде болады, қыздардың өзінің организмі бір бала босанғаннан кейін, не болған кейін бір депрессия бірнеге кіріп кететін нелері бар да. Сол кезде поддержка керек. Жуу керек болса жуа сал, ол жерде там намысқа беріліп не істейтіні жоқ. Өйткені әйел адамның жүйке жүйесі шайқалса, ертең сенің балаңды жүйке жүйесі шайқалады 100%. Сосын бізде 40-нан шығарғанынша неге әйелдерді көп не істемейді келіндерді? Өйткені сол да, стресске ұшырамау керек. Ол келінді аяп атқан енелер ол кезде білмеймін қаншалық, бірақ өзінің немересін, ертең ұрпағын уайымдап жатыр да. Көрдіңіз ба? Ал біз қазір не істейміз? Әйел адамдар енді құл емес, бірақ жаңағы олардың денсаулығын қарау керек. Мысалы, қайсымыз әйелімізді скринингке апарамыз жылына бір рет?
апарды сосын жаңағы екі қабат болған кезде ой несі түсіп кетті, қанды көтеріліп кетті, үйтіп кетті, бүйтіп басталады. Ол аурулар бір күнде пайда болған жоқ қой. Значит, ол келе жатыр, бірақ оны байқамаймыз. Сондықтан апару керек. Адам баласы, пайғамбарымыз ең күшті хадис, мен хадистердің бәрі рас ол айтқан әр қайсысын жауаптысыңдар, өздерінің бағып атқан нәрселеріне. Күллікум райын, ва күллікум масулун ан райятик. Жауаптысыңдар деген қандай? Жауапты деген ертең ақыретте Алла тағала сендерді жауапқа тартады. Сені әйелің үшін, әйелің бала-шағасы үшін. Оның үшін әйелге қарым-қатынас, әйелдің денсаулығы, киімі, тамағы, жалпы оның сен қамқорлығындағы жауапкершілігің ғой. Жауапкершілік деген сол. Біз неге офисқа барып, мысалы, әйел адамдар істесе, оларға кішкене не істейміз да, мысалы, бүгін сұранып кетуім керек, балам ауырып қалып, жақсы бара ғой дей саламыз да. Үйге келіп, анау балам ауырып жатыр, мен кішкене жеп ала алмай, жаным, там шайыңды өзің істеп алып десе, оларды бас саламыз да. Қалай сен маған шай бердің? Ничего себе жатып алыпсың, тапқан екенсің, кетеміз да. Неге біз оларды сол кезде түсіне алмаймыз? Көрдіңіз ба? Ол да Алла тағаланың жаратылысы ғой. Біз оған жауапкершілігіміз бар. Жұмыста білеміз, анау бейшара ертең жұмыстан кетіп қалса, оның орнына пока мен басқа специалист алып келем, ол өзім мол жұмыс істеймін да. Бірақ үйде ондай нәрсе жоқ та. Сондықтан мен барлық жерде айтам, ол үшін кейбіреулер маған жаңа жазғанда дайректке, сен не болып кеттің, подкаблучник анауны. Мен айттым, егер ол подкаблучник болса, онда пайғамбарым салсам, подкаблучник болса, мен де подкаблучник болайын дедім. Жақсы еркек, әйелмен жақсы қарым. Ең жақсыларың әйелдеріңмен жақсы қарым-қатынаста болғандарың деген бар ғой? Өйткені ол Алла тағаланың аманаты ғой. Еще ол аманатқа, қазір мысалы, мен айтайын, әйел адам ауырып қалса, үйдің шырқы бұзылып кетеді. Мен көйлегім неге жуылған, әйелім жуып қойды, неге өтек жеген, әйелім неге қарын тоқ, әйелім тамақ жасап қойды. Бірақ ол болмаса мен өзім істейтін едім. Бірақ балаларға келгенде жынды болып кетесің ғой. Бір баланың білмейсің, кірін жуасың ба, шашын тарайсың ба, тамағын жасайсың ба? Жарысқа тұтыра алмаймыз. Алла тағала әйел баласына сондай бір сабырлық берген да, Ал біз соны, сол аппаратты Алла тағала берген, бұзып тастаймыз да. Сосын ойлаймыз жақсы болады деп. Жалпы әрқашанда бәрімізде енді қаншама көрермен көріп отыр ғой қазір, дұрыс дұға жасап, осы еліміздің, қоғамымыздың, жастарымыздың, жасөспірім ұрпақтың дұрыс жолда жүруіне дұға жасайтын болсақ, иншалла мен ойлаймын, еліміз үлкен-үлкен жетістіктерді, биіктерді бағындырады. Дұға да жасайық, сосын айтады ғой орыстар, на Бога надейся, но сам не плашай. И күнәлардан да арылып, таза жүру керек, ниет таза болу керек, ой таза болу керек, сосын мен осы қоғамды өзгертейін деген ниет болу керек. Сонда түсіреміз. Өзімізден бастап. Иншалла, аманшылықта болайық. Аман болайық. Мына жаңа мұсылман, ескі мұсылманнан бастап бәрін біраз аралап шықтық. Жан-жақтың бәрін. Жақсы әңгіме болды. Жақсы, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Сәттілік. Әйелге көмектеспеген айып жоқ қой деке? Көмектесетін кезде көмектес, бірақ шамасы жетпей жатқан кезде. Айып емес қой бірақ. Айып емес қой бірақ. Араластың, үй түрлігіне атсаяқ, қылсаяқты не істейді? Жоқ, көмектеспеу деймін. Мен жуа салайын демейсің? Әрине. Енді, мен ғой. Өйткені ол ертеңі, бірақ түнге қалдырмау керек деп қадағалайды.